Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздердің назарларыңызға өте жеңіл дайын болатын тұшпараның рецептін ұсынамын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бірден ыдысқа су құйып, ішіне шым-шым тұз салып, 2-3 дана лавр жапырағын салып, газға қойып қойыңыз, себебі біздің тамағымыз өте жылдам дайын болады. Өзіңізге ұнайтын кез келген фаршты алып, оған 1 дана пиязды ұсақтап турап қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш және өзіңізге ұнайтын кез келген дәмдеуішті қосып араластырсаңыз болады. Енді кішкентай қасықпен 1 қасық фаршты алып, оны қолыңызға домалатып, шарик тәрізді форма береміз. Фарштың барлығын осылай бір формада әдемі етіп, домалақтап, тақтайға тізіп дайындап қоямыз. Ендігі кезекте ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, оған шым-шым тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сонымен қатар бізге бөлек ыдыста салынған ұн да қажет болады. Алдын ала дайындап алған домалақ шариктерімізді ұнға аунатып, одан кейін жұмыртқаға аунатамыз. Сосын тағы да ұнға аунатып, дайындап тақтайымызға тізіп қоямыз. Ескеретін жағдай, ұнға аунатылған шариктерімізді тақтайда ұзақ сақтауға болмайды. Бірден қайнап тұрған суға салып, пісіріп алсаңыз болады. Егер де біз ұзақ сақтайтын болсақ, онда оның ішіндегі жұмыртқамыз езіліп, тақтайға жабысып қалуы мүмкін. Дәл осы процесстерді қолымызды бұлғамай-ақ 2 ыдысқа 2 бөлек қасық қойып, ұн мен жұмыртқаға кезек-кезек сол қасық арқылы ауыстырып отырсақ болады. Мен асығыс болғандықтан бірден қолыммен кірісіп кеттім, бірақ сіздер бұлай жасамаңыздар. Менің кеңесім жаңағындай қасықпен істегендеріңіз өздеріңізге жақсы. Қолдарыңыз да таза болады, ыдыстарыңыз да таза болады. Енді қайнап жатқан суға дайын болған тұшпарамызды салып, бірден пісіре берсек болады. Жақсылап араластырыңыз, түбіне жабысып қалмасын. 20 минуттай қайнатып, содан кейін сүзіп аламыз. Тұшпараны ыдысқа салып алғаннан кейін бетіне сары май жағамыз, немесе сары майды ерітіп құйсаңыз да болады. Міне достар, біздің тұшпарамыз дайын. Осылай ешқандай қамыр илеп жаймай-ақ тұшпара жасауға болатынын біле жүріңіздер. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.